Өзгеде жаңалықтар Семейде есіңе ал және ойлан ұранымен автошеру ұйымдастырылды. Шара ел көлемінде қолға алынған жол қозғалысы қауіпсіздігі апталығы мен бүкіл әлемдік жол көлік оқиғасы құрбандарын еске алу күні аясында қолға алынды. Автошеруге жиыны 15 жеңіл көлік қатысты. Осындай шара арқылы жүргізушілер қоғам назарын жол көлік қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға аударуды көздеген. Әр жүргізуші жолда мұқият болып, бір-біріне сыйластық танытса, оқыс оқиғалардың саны едәуір азаяр еді дейді жол сақшылары. Айта кетерлігі, жыл басынан Семейде 200 жол көлік оқиғасы тіркелген, нәтижесінде 233 адам түрлі жарақат алса, 20-сы мерт болған. Статистикаға келетін болсақ, қазір Қазақстан бойынша жылына 2500-ге дейінгі адам жылына қайтыс болады. Бұл өте үлкен цифрлар. Қаза тапқандардың, жарақат алғандардың санын азайту үшін жасалып жатқан шара. По сравнению с прошлыми годами сейчас немного. Қазір бұрынғыдай емес, жүргізуші куәлігі сынды тиісті құжаттарды алу үшін талаптар күшейтілді, жұмыстар жөнге қойылған. Дегенмен әр жүргізуші өзіне жүктелген жауапкершілікті ұмытпау керек. Сонда ғана оң өзгерістерге қол жеткізуге болады.